Баршаларыңызға сәлем, сіздермен Жанат. Бүгін мен сіздерге етсіз, оңай әрі тез дайын болатын осындай керемет дәмді котлеттердің рецептімен бөлісетін боламын. Менің рецептіме жасап көруге кеңес беремін, және де міндетті түрде өткізбей видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бізге ең алдымен картошкаларымызды жақсылап сыртын аршып, жуып, турап, міне видеода көріп тұрғандай аздаған су қосып, газ отында 15-20 минутқа піскенінше қоямыз. Одан кейін гречкамызды да жақсылап тазалап жуып аламыз да таза су құйып, газ отымызға 15-20 минутқа піскенін күтеміз. Міне біздің гречкамыз пісіп шықты. Үстіне осылай картошкамызды саламыз. Картошканы бөлек езіп алсаңыздар да болады. Және оның үстіне бір жұмыртқамызды және тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш, өзіңіздегі бар бұрыштарды қосып, жақсылап араластырып аласыздар. Бірінші қасықпен, одан кейін блендердің көмегімен, егер сізде блендер болмаған жағдайда миксердің немесе осындай езгіш құралдардың көмегімен жақсылап езіп алсаңыздар да болады. Менде блендер болғандықтан да мен блендермен бәрін езіп алдым. Бәрін жақсылап езіп алғаннан кейін панировочный сухариге немесе ұнға жаңағы котлеттерімізді елесеңіздер болады. Менде панировочный сухари аз алғандықтан ұнға екеуін қосып бірге жаңағы аунатып, екеуін бірге араластыра отырып аунататын боламын. Және де котлеттеріңізді алар кезде қолдарыңызды міндетті түрде сулаңыздар, сонда котлеттеріңіз қолдарыңызға жабыспайтын болады. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай менде де жабысқан жоқ. Осылай ұнға аунатамыз да жаңағы қызып тұрған майымызға салатын боламыз. Бұл пісіп тұрған котлет болғандықтан ішінде картошкасы, гречкасы бәрі пісіп тұрғандықтан біз оларды бір 2-3 секундқа ғана екі жағы қызарғанша ғана жаңа сұйық майда ұстайтын боламыз. Міне біздің котлеттеріміз дайын. Сіздермен бірге болған Жанат. Менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар.